Ассалаумағалейкум достар. Қазақстанда түсірілген елестер туралы видеолар соңғы жылдары YouTube платформасында жиі пайда болуда. Көптеген қолданушылар түнде және күндіз түсірілген бейнелерде белгісіз көлеңкелерді, түсініксіз дыбыстарды немесе қорқынышты заттарды көрсетеді. Алайда мұндай видеолардың шынайылығы әрқашан күмән тудырады. Кейбіреулер мұны монтаж немесе жарықтың әсері деп есептесе, басқалары оны тылсым құбылыс ретінде қабылдайды. Қазақстанның әртүрлі аймақтарынан түсірген осындай видеоларды қабыл алыңыздар. Қапшағай тас жолында түсірілген елестер. Бұл видео YouTube платформасында 2011 жылы жарияланған болатын. Алайда бұл бейненің тарихы одан да ескі. Мен мектепте оқып жүргенде бұл елестер жайлы видеоны 2008-2009 жылдары алғаш көрген едім. Көлікте отырған адам жол жиегін түсіріп келе жатып, кенеттен елес тәрізді нысандарды таспалайды. Әрине, сол кездегі түсірілімнің сапасынан немесе жарықтың әсерінен болар, осындай құпия бейне пайда болды. Бұл видео сол кездерде талай адамды шошытқаны рас. Сену сенбеу өз еркіңізде. Түргенде түсірілген елес. Бұл бейнеде YouTube платформасында 2011 жылы жарияланды. Видеода байқайтынымыз Алматы облысындағы Түрген шатқалында бір топ адамдар табиғат пен тарихи нысандарды тамашалауға келген сыңайлы. Сол сәтте ескі ұялы телефонның камерасына таспалап келе жатқан адам кенеттен қорғанның кіре берісінен елес тәрізді нысанды түсіріп алады. Бұл бейненің де аясында көп әңгімелер болған. Менің ойымша ескі таспа мен жарық өз репертуарында түсініксіз видео мен аңызды жасады. Иностранцы приехали. Поверни, Сарван. А я это на камеру снимаю? Алматы тауларында түсірілген елес. 2022 жылы Instagram желісінде Алматы тауларында Броккен елесі деген атпен танымал оптикалық иллюзияның видеосы жарияланды. Мұндай сирек құбылысты Совет фшыңнан шыққан кезде көруге болады. Мұны тау тұманды немесе бұлтты болғанда адамның көлеңкесі күнге қарама-қарсы бағытта түскенде көруге болады. Кейде көлеңке түрлі түсті сақиналармен қоршалады. Броккен елесі құбылысы Германиядағы Гарц тауларындағы Броккен шыңы атымен аталған. Онда тұрақты тұман және онша биік болмауы мұндай елесті жиі байқауға мүмкіндік береді. Ал бұл видеоның рас не өтірік екенін өзіңіз шешкеніңіз дұрыс. Ханкөл ауылындағы елес. 2020 жылы Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданындағы шағын Ханкөл ауылының тұрғындары елді мекен маңында кезіп жүрген қыздың елесін көргендерін айтады. Жергілікті тұрғындар мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде елеспен кездескен туралы хабарламалар таратып, видео жариялаған. Тіпті адамдардың кейбірі оған сеніп, қазақы дәстүр бойынша қой сойып садақа берген екен. Осы бейне адамдар арасында қызу талқыға түсіп көп тараған. Дегенмен зерттей келе, бұл бейне көршілес Ресей елінде түсірілген фейк видео болып шыққан. Ақтау мектебіндегі елес. 2019 жылы әлеуметтік желіде мектеп күзетшісі бос ғимарат ішінде қадам дыбысына немесе тарсылға ұқсас түсініксіз дыбыстарды түсіріп алғаны туралы видео тарады. Желі қолданушылары бұл жағдай Ақтау қаласының орта мектебінің бірінде болғанын жазды. Мектеп басшылығы елес немесе белгісіз дыбыстар туралы қауесеттерді ресми түрде жоққа шығарып,
бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Видео оқушылар мен ата-аналар арасында үлкен қызығушылық тудырды. Алайда қандай да бір паранормаль құбылыстардың нақты дәлелдері ұсынылған жоқ. Бірақ видеоны соңына дейін көрсеңіз, қорқып қалуыңыз мүмкін. Кетті. Түнгі 12:01. Мектепте дауыс шығып жатыр. Қаяқта шығып жатыр дауыс. Мына жақтарда шығып жатыр дауыс. Көрейік та, қай жерден шығып жатыр дауыс. Түнгі 12:01. Қорытындылай келе, камераға түскен елестер туралы видеолар бұл көбінесе жұмбақ әрі қызықты контент, бірақ оларды ғылыми дәлел ретінде қабылдамай, сыни тұрғыдан қараған жөн. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл видеоны достарыңызға жіберіп қойыңыз, олар да біраз қорқып қалсын.